Жұрт не демейді? Өзі соған амал етпесе де, саған ақыл айтады. Өзі шекарадан әлдеқашан аттап кеткен болса да, саған шектеу қояды. Олар жетістікке жетпей тұрып, сені қалай жетістікке жету керек екенін үйретеді. Олар өз өмірін түземей жатып, сенің өміріңе төрелік айтқысы келеді. Жұрттың бәріне жағам деп өзіңнен алыстап кетпе, бәрінің көңілін табам деп жүрегіңді жоғалтып алма. Жұрттың сөзіне қарасаң, сен алға емес артқа жүресің. Себебі олар тоқта дейді, өздері жүрмейді. Болма дейді, өздері бола алмаған. Ал есіңде болсын, жұрттың сөзі жел, ал сен жапырақ емессің. Сен тамыры тереңге кеткен бәйтерексің. Жұрттың сөзі шектеу, сенің арманың шексіз. Жұрт сені тоқтатқысы келеді, ал Алла сені көтергісі келеді. Жұрттың сөзі сені мақсатыңнан адастырады, өзіңе деген құрметіңді кемітеді. Ал сен біреу үшін емес, өзің үшін жаратылдың. Біреудің көңілін емес, Раббыңның разылығын ізде. Жұртқа емес, жаратушыңа жаға біл, сонда ешқашан адаспайсың.